Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен пирожкидің рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады. Сәтті рецепттің бірі. Арасы толықтай піседі. Сондай жып-жұмсақ дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, жып-жұмсақ болып шығады. Бізге алдымен ашытқыны дайындау керек. 2 қасық құрғақ ашытқы саламыз. 2 қасықтай қант саламыз. 2-3 қасықтай ұн саламыз. Енді кішкене араластырамыз да үстінен жылы су құямыз. Енді қақпағын жауып 10-15-20 минутқа қойып қоямыз ашығанша. Ұнымызды електен өткізіп ал. Ашытқымыз осымен мына ашыды, дайын болды. Енді ашытқымызды саламыз. Үстіне 1 жұмыртқа саламыз. 2 шай қасық қант саламыз. Алдын ала май ертіп қойғам, сары май. Соны құямыз. Жылы болу керек. Енді жақсылап тұздалған суды қосып отырып, қамырымызды орташа билейміз. Қатты болып қалмау керек, немесе сұйық болып қалмау керек. Каналыма тіркеліп, подписканы басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Қамырымыз осымен дайын болып қалды. Енді үстіне сұйық май жағамыз. Сұйық май жағып, тағы да үстіне кішкене басамыз. Енді үстіне жақса көтерілу үшін салафан саламыз. Қақпағын жабамыз. Үстіне орамалын жауып, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. 40 қабатты тураймыз. Турап дайындап болдық. Енді ыдысымызға салып қоямыз. Мен бір жуаны жуып, ашып тазалап алдым. Енді тураймыз. Жуамыз да дайын болды, пиязымызда. Енді сковородкамызға май құйып, қыздырып, үстіне пиязымызды салып қуырамыз. Үстіне 40 қабатымызды салып қуырамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Және паприка саламыз. Енді барлығын араластырып, әбден қуыратын боламыз. Салмамызды осымен қуырып болдық.
қамырымыздың уақыты келді, ашыды. Міне көріп тұрғандарыңыздай көтерілді жақсы. Енді міне салмамыз да дайын болды. Қамырымызды аз-аздан кесіп аламыз. Пирожкиімізге ыңғайлап. Осындай аз мөлшерде бізге керек болады. Ұнға аунатып отырып жаятын боламыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек, немесе қатты қалың болып кетпеу керек. Орташа ғып жаямыз. Енді ортасына салмамызды салып, жан-жағын жинақтап түйетін боламыз. Қолымызды ұнға малып отырамыз, сонда қамырымыз жабысып қалмайды. Осылай қаттырақ басып түйеміз. Барлығын осылай түйетін боламыз, пирожкиіміздің барлығын осылай жасап аламыз. Осымен пирожкиімізді осылай түйіп, барлығын дайын болады. Енді ыдысымызға 2-ден 3-ден салып отырып пісіреміз қызып тұрған майымызда. Пирожкиіміз пісті, енді сүзіп аламыз. Міне барлығын мен пісіріп алдым. Арасы міне көрсетейін сіздерге. Арасы толықтай піскен. Өте керемет болып шықты. Дәмі деген өте дәмді. Сочный болды ғой, енді күшті болды, жұмсақ. Сондай дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер, жасап көруге кеңес беремін. Сондай сәтті рецепттің бірі. Каналға тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар.